Арыста құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өтті. Көліктегі полиция департаментінің нұсқаулығын орындау мақсатында өткен шараның негізі қоғамдық орындарда тәртіп сақтау, қылмыстың алдын алу дейді тәртіп сақшылары. Шараның негізгі мақсаты көшелерде, басқа да қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстардың алдын алу, жолын кесу, сондай-ақ болған қылмыстарды ізін суытпай ашу, сондай-ақ қоғамдағы ұсақ құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидатын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау. Осы іс-шараны тиісті деңгейде өткізу үшін Арыс бір станциясы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері толығымен жұмылдырылып, топ-топтарға бөлініп жұмылдырылды. Аталған шараға Арыс бір станциясы желілік полиция бөлімі қызметкерлерімен қоса қаламыздың ерікті жастары да жұмылдырылды. Олар Арыс 2 вокзалында нөмірі 77-ші Алматы Маңғышлақ бағытындағы жолаушылар және вокзал перрондарындағы жолаушыларға ұрлық, алаяқтық қылмыстарының құрбандары болып қалмауын, сонымен қатар аталған профилактикалық іс-шара бойынша қоғамдық орындарда тәртіпті сақтау, қылмыстардың алдын алу және жолын кесу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шара кезінде тұрғындарға арнайы ескертпе парақшасы тарқатылды. Айта кетейік, аталған іс-шара желтоқсан айының 15-не дейін өз жалғасын табады. Жансая Бейсенбайқызы, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.